Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет. Бүгін дәнекер тіні жайында сөз қозғайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Дәнекер тіні жасушалар мен жасуша аралық заттардан құралады. Адам денесінің салмағының 50%-нан астамын құрайды. Ол мүшелердің стромасын, тіндердің арасында қабаттарды, терінің дермасын және қаңқаны түсуге қатысады. Дәнекер тінінің негізгі қызметтеріне келетін болсақ, ол қорғаныс, тіректік, пластикалық, морфогенетикалық және трофикалық қызметтерді атқарады деп айта алады екенбіз. Яғни, қорғаныс қызметіне келетін болсақ, организмнің механикалық әсерлерден қорғануы, зиянды заттарды залалсыздандыру немесе жою, яғни бұған біз макрофагтардың фагоцитоздық қызметін мысал қылып келтіре алады екенбіз. Тіректік қызметі көптеген мүшелердің құрамына кіреді, яғни біз оны биомеханикалық қызметі деп те атасақ болады. Коллаген, эластин талшықтарының мүшелердің негізгі каркасын түзуін айтуға болады. Неғұрлым талшықтар тығыз орналасса, соғұрлым беріктік қасиетінің деңгейі жоғары болады екен. Пластикалық, яғни регенерациялық қабілеттілігі ақаудың орнын толтырылуы жатады. Морфогенетикалық мүше қалыптастыру, паренхималы мүшелердің стромасын, ал қуысты түкшелі мүшелердің қабырғасын қалыптастыру. Осы арада еске түсіру керек, паренхималы мүшелерге бізде бүйрек, бауыр, өкпе секілді тығыз орналасқан мүшелерді жатқызамыз. Трофикалық, яғни қоректік қызметі құрамында қан тамырларының болуына байланысты. Яғни бұны іске асыратын бізде дәнекер тінінің жасуша аралық заты деп айтамыз. Дәнекер тіндер жасушалар мен жасуша аралық заттардың құрылымдарына, ондағы талшықтардың реттеліп орналасуына және бұларды желімдеп біріктіріп тұратын аморфты заттың физика-химиялық қасиетіне байланысты жіктеледі. Яғни осы схема бойынша біз көре аламыз, дәнекер тіні екіге бөлінеді екен. Меншікті дәнекер тіндері және де қаңқа дәнекер тіндері. Меншікті дәнекер тіндері бізде талшықты және ерекше қасиеті бар дәнекер тіндер болып бөлінеді. Талшықты дәнекер тіндері борпылдақ және де тығыз. Борпылдақ талшықты дәнекер тіндерге бізде мүшелердегі тінаралық қабатшалар, тамыр мен жүйкенің айналасында қабаттарды жатқызамыз. Ал тығыз дәнекер тіні бізде пішінделген және де пішінделмеген болып бөлінеді. Оларға біз мысал ретінде сіңір, байлам, апоневроздарды жатқызамыз. Ал пішінделмеген тығыз дәнекер тіндерге біз дерманың торлы қабаты және де тағы да басқаларды мысал қылып келтірсек болады. Ерекше қасиеті бар дәнекер тіндер бізде ретикулярлы, май тіндері және клегей тіні болады, немесе шырышты. Қаңқа дәнекер тіндері бізде ол да екіге бөлінеді, яғни шеміршекті тіндер және де сүйек тіндері. Оның барлығына біз алдағы уақытта тоқталып өтетін боламыз. Сондықтан да біздің видеоларымызды жіберіп алмаңыздар. Дәнекер тіндердің гистогенезіне тоқталып кетуді жөн көрдім. Яғни дәнекер тінінің даму негізі бізде мезенхималар болып табылады. Бұл ортаңғы ұрықтық жапырақшасының босаңсыған бөлігі болып табылатын эмбриондық бастамалардың бірі. Мезенхима жасушалық элементтері дерматомның, склеротомның және де париеталды жапырақшалардың саралануы кезінде болады. Тағы жүйелік айдаршадан бізде дамитын эктомезенхима деген болады. Оны біз нейромезенхима деп жатсақ болады. Осы арада есте сақтау керек, мезенхима адамның тек эмбрионалдық даму кезінде ғана болады екен. Борпылдақ дәнекер тініне енді нақты тоқталып өтетін болсақ, қан және лимфа тамырларымен бірге жүретіндігіне және көп мүшелердің стромасын түзетіндігіне байланысты борпылдақ дәнекер тін барлық мүшелерде анықталады. Әрқилы гистогенетикалық детерминацияның жасушалардан және жасуша аралық заттардан тұрады. Міне, біз осы сурет бойынша біз нақты көре аламыз. Яғни, бұл жерде бізде борпылдақ дәнекер тіндер белгіленген, және мына жерде бізде пленкалы препарат, және бізде бұл жақта бір санымен белгіленген, бізде фибробласттар, 2 санымен берілген, міне бізде макрофагтар, және де 3 бізде коллаген талшықтары, 4 бізде эластикалық талшықтар, 5 лимфоцит. Міне, осылай біз ажыратады екенбіз. Және оның бізде негізгі жасушалары болады, оған да тоқталып кеткен жөн. Фибропласттар, яғни фибриллалар түзуші жасушалар тобы. Макрофагтар, тіндік базофилдер, адвентициалды жасушалар, плазмоциттер, перициттер, май жасушалары және қаннан ауысып келген лейкоциттер, кейде пигментоциттер деп аталынады. Фибропласттар жасуша аралық заттың құрамындағы белоктарды, гликопротеинді синтездейді. Фибропласттардың негізгі қызметімен осы әрекеттерді тікелей байланыстырсақ болады. Яғни негізгі заттың және талшықтардың пайда болуы, жараның жазыла басталуы, грануляциялық тіннің дамуы, бүгде заттың айналасында дәнекер тіндік капсуланың түзілуі. Енді мезенхималық жасушалардың ішінде фибропласт дифферонына бастау беретін дің жасушалар болады. Яғни бұның өзінің жасушалары болады. Яғни бізде аз дифференцияланған, яғни жетілген белсенді қызмет атқарушы фиброциттер, миофибропласттар, фиброкласттар болып жіктеледі екен. Бізде оны осы суретте
қарап нақты ажыратып алуға болады. Яғни бізде бұл жерде, мысалы қараңыздар, мына жерде бізде аз дифференцияланған, мына жерде жас және жетілген. Ал мына суретте фиброцит сіздерге нақты көрсетілген. Яғни бұл жерде бір ядросы, ал мынау бізде коллаген фибрилалары болып табылады, міне. Енді осыларға тоқталып кететін болсақ, аз маманданған фибропласттар. Аздаған өсінділері бар, дөңгелек пішінді болып келген ядросымен ондағы шағын ғана ядрошығы анықталған. Цитоплазмасы базофилді, РНК өте көп болады. Бұл типтегі фибропласттарда белок синтезі мен секрециясы өте төмен. Бірақ олар митоз жолымен өте тез бөлінеді. Пісіп жетілген фибропласттар. Тіннің құрамында өте белсенді түрде қызмет атқаратын жасушалар, цитоплазмасы базофилді, жақсы дамыған түйіршікті эндоплазмалық торы бар, Golgi комплексі, митохондриясы, лизосомалар өте көп. Бұлар жасуша аралық заттың синтезіне қатысады, коллаген синтезі. Олардың цитоплазмасының құрамында микрофиламенттер мен актин және миозин бар. Фиброциттер фибропласттардан дамыған дефинитивті түрі, пішіні жіпше тәрізді. Ұзын өсінділі органеллалары өте аз, жасуша қосындысынан липидтер мен гликогені бар. Синтездік қызметі төмен. Миофибропласттарға тоқталатын болсақ, олар фибропласттарға ұқсас, коллаген белоктарымен қоса жиырылғыш белоктарды синтездейтін жасуша. Қызмет жағынан тіннің миоциттеріне ұқсас болып келгенімен құрамында жақсы дамыған эндоплазмалық ретикулум болады. Қызметі жарақаттану процесіне регенерациялық қабілеті арқылы жараны жазады. Мысалға келтіретін болсақ, жатырдың жарасын тез қалпына келтіреді. Фиброкласттар фагоцитарлық қабілеті өте белсенді, мүшелердің инволюциясы кезінде жасуша аралық затты сорады. Мысалы, жүктілік аяқталғаннан кейін жатырдың қайта қалпына келуін біз мысал қылып келтіре аламыз. Макрофагтарға енді нақты тоқталып өтейік. Олар өте ірі, ағзада қорғаныс қызметіне қатысатын жасушалар тобына жатады. Олардың бос және бекінген түрлері ажыратылады. Бос макрофагтарға дәнекер тінінің гистиоциттері, серозды қабаттағы өкпе макрофагтары жатады. Бекінген макрофагтарға сүйек тініндегі, сүйек кемігіндегі, көкбауыр, лимфа, эпидермистегі, плацентадағы макрофагтар. Міне, осы суретте тағы да нақты көрсетілген. Қарап ажыратып алуға болады. Келесі біздің тоқталып кететініміз плазмоциттер. Олар ағзадағы антигенге қарсы антидене гамма-глобулин синтездейді. Цитоплазмасы базофилді боялған, жақсы дамыған түйіршікті эндоплазмалық торы бар. Адипоциттер, май жасушалары. Ағзада трофикалық энергия қоры судың метаболизміне қатысады. Мүшеде шоғырланып майтын түзеді. Мына суретте де адипоциттерді нақты көрсетілген. Мына жерде біз қылтамырды көре аламыз. Мына екі нөмірмен белгіленген липидті қосындыларды, мына жерде ядроны, мына жерде цитоплазманы көре алады екенбіз. Аралық зат коллаген және эластин талшықтарымен негізгі заттан тұрады. Коллаген талшықтары дәнекер тіндерінің мықтылық қасиет береді. Әртүрлі бағытта орналасады. Эластин талшықтары өте созылғыш әрі майысқақ. Міне, осы схема бойынша сіздер тағы да нақты қарап ажырата аласыздар. Негізгі және аморфты заттарға да келіп жеттік. Олар гель тәрізді қоймалжың субстанция, интегратты буферлік жүйе деп аталады. Құрамында қан плазмасының белоктары, су иондар, жасушаның зат алмасуына пайда болған өнімдер, протеогликанды құрылымдар болады. Міне, осы сурет бойынша сіздер тағы да көре аласыздар. Барлығын сурет бойынша, схема бойынша көрсетуге тырыстым. Яғни есте қалуға барынша мүмкіндік береді деп ойлаймын. Яғни мына жерде сіздер протеогликанды бізде құрылымдарды көре аласыздар. Бұл суретте дәнекер тінінің аморфты затты молекулярлы құрылымы көрсетілген. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.